Бүгінде әлем қарқынды әрі түбегейлі өзгерістер кезеңін өткеруде. Жаһандық экономикалық және геосаяси сын-қатерлер күшейіп, нарықтар трансформацияланып, жеткізу тізбектері мен логистикалық бағыттар өзгеріп жатыр. Мемлекеттер тұрақтылыққа, ішкі әлеуетке және жаңа жағдайларға тез бейімделу қабілетіне негізделген дамудың жаңа үлгілерін құруға мәжбүр. Қазақстан жүйелі қайта құру кезеңінен өтуде. Мемлекеттік басқару жүйесі өзгеріп, экономика трансформацияланып жатыр. Сондай-ақ институттардың рөлі де артып келеді. Мемлекет пен бизнес арасындағы сындарлы диалогты дамыту басты бағытқа айналып отыр. Ал кәсіпкерлік елдің экономикалық өсімі мен тұрақтылығының іргелі факторларының бірі ретінде қарастырылуда. Осындай жағдайда қоғам, мемлекет және бизнес күш-жігерін біріктірудің маңызы зор. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдауында біз жаңа Қазақстанды құру жолында бірігіп, жұдырықтай жұмылуымыз керек деп атап өткен болатын. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы көптеген жылдар бойы еліміздің бизнес қоғамдастығын біріктіретін негізгі институт болып қалуда. Мұнда бастамалар қалыптасып, шешімдер әзірленеді. Сондай-ақ мемлекетпен жүйелі диалог орнатылады. Осы уақыт ішінде бизнестің өзгермелі экономикалық жағдайларға бейімделуіне мүмкіндік беретін кәсіпкерлікті қолдау мен қорғаудың тұрақты тетіктері құрылды. Бүгінде жаңа сын-қатерлер аясында палата алдында жаңа міндеттер тұр. Олар өзара іс-қимылдың тиімділігін арттыру, кері байланысты жеделдету және бастамалардың іске асырылуын күшейту. 2026 жылдың қаңтары Атамекен өз даму тарихының жаңа парағын ашты. Ұлттық кәсіпкерлер палатасының төралқа төрағасы болып Қанат Шарлапаев бір ауыздан сайланды. Бұл тағайындау жүйелі жұмыстың қисынды жалғасын айналып, палатаның ел экономикасындағы бизнес пен мемлекеттің өзара іс-қимылының негізгі институты ретінде рөлін нығайтты. Негізгі бағыт практикалық нәтижелерге қарай ойысуда, яғни институционалдық құрылыс кезеңінен кәсіпкерлік пен экономиканың нақты секторының дамуына тікелей ықпал ететін шешімдерге көшу жүріп жатыр. Мы все понимаем, что текущие экономические и технологические реалии создают беспрецедентные возможности для нашей страны, но при этом и рисков тоже немало. Более того, считаю необходимым также активизировать привлечение международного капитала в казахстанский бизнес, вести работу по активному продвижению Казахстана для институциональных инвесторов. Человек, который проработал достаточно долгое время в международных финансовых организациях, я очень хорошо понимаю, как этот диалог вести. В целом, наша работа будет ориентирована на систематизацию поддержки бизнеса и минимизации административных барьеров. Я уверен, что решение насущных проблем отечественного бизнеса укрепит позиции палаты как перед регуляторами, так и в международном сообществе. Я благодарю вас за поддержку и уверен, что через координацию усилий, коллективные действия мы сможем обеспечить улучшение позиции отечественного бизнеса как на внутреннем, так и внешних рынках и создать процветание для каждого бизнеса, работающего в Казахстане. Қанат Шарлапаев ұлттық палата басшысы болып сайланған алғашқы күндерден бастап жұмыс қарқыны жоғары болды. Атамекен алаңында Қазақстан Республикасының премьер-министрі Олжас Бектеновтің қатысуымен жиын өтті. Кездесу барысында кәсіпкерлік пен экономиканы дамытуға қатысты негізгі проблемалар, реттеуші ортадан бастап, бизнестің қаржыландыру мен мемлекеттік қолдау құралдарына қолжетімділігіне дейінгі түйткілді мәселелер талқыланды. Бұл тұрғыда Атамекен мемлекет пен бизнес экономиканың нақты секторын дамытуға тікелей әсер ететін бірлескен шешімдерді әзірлеуші негізгі платформа ретінде әрекет етеді. Бірақ экономикалық мәселелердің негізгі шешімдері тек кабинеттерде ғана емес, ел өңірлерінде де қабылданады. Дәл осы өңірлерде Қазақстан дамуының жаңа кезеңінің шынайы мазмұны, өндіріс, инвестиция, экспорт және адам еңбегі арқылы қалыптасады. Бүгінде Қазақстан экономикасы барынша жүйелі құрылымға ие болуда. Оның негізін өзара байланысты бағыттар, индустриялық өндіріс, агроөнеркәсіптік сектор, шағын және орта бизнес, сондай-ақ экспортқа бағытталған кәсіпорындар құрайды. Бұл қисында Қанат Шарлапаевтың өңірлерге іс-сапарлары жай ғана ресми кездесулер емес, бизнес пен мемлекет арасындағы тікелей кері байланыс тетігінің маңызды бөлігіне айналды. Жаңа модельдің басты элементтерінің бірі заманауи өнеркәсіптік базаны қалыптастыру. Қостанай облысында автомобиль кластері жаңа түрдегі индустрияландырудың айқын мысалдарының бірі. Оның орталығында жылына 70 мыңға дейін автомобиль шығаруға қабілетті Kia зауыты тұр.
Кәсіпорын бүгіннің өзінде өндіріс көлемінің артуын, жаңа жұмыс орындарының ашылуын және тұрақты салық түсімдерін көрсетіп отыр. Бұл жай ғана жеке өндірісті іске қосу емес, үлкен өндірістік тізбектерге интеграцияланған толыққанды индустриялық экожүйені құру. Сонымен қатар, тауар қозғалысын қамтамасыз ететін әрі сауданы дамытатын инфрақұрылым қалыптасуда. Алматыда цифрлық логистика мен электрондық коммерция секторы қарқынды дамып келеді. Жаңа пост компаниясы жылына ондаған миллион жеткізілімді қамтамасыз етіп, ел ішінде де, одан тыс жерлерде де ауқымды желі құруда. Бұл енді қосалқы сала емес, Қазақстанның өңірлік логистикалық және цифрлық хаб ретіндегі рөлін айқындайтын стратегиялық инфрақұрылым. Это кодирование привязано к камере и к лейблу. Это наша прошка, да. Можно? Да, конечно. Считывается вот так вот и доставляется до юзера там, по адресу. Түркістан облысында инвестициялық бастамалардан толыққанды өндірістік циклдерге көшуді айқын көрсетіп отырған жобалар жүзеге асырылып жатыр. Жасыл суық Қазақстан жобасы тұжырымдама деңгейінен бастап тоңазытқыш пен мұздатқыш жабдықтар шығаратын жұмыс істеп тұрған кәсіпорынға дейін даму жолынан өтті. Бұл өңірлердің индустриялық әлеуетін күшейтудің және экономиканың дәстүрлі орталықтарынан тысқары жерлерде жаңа даму нүктелерін қалыптастырудың кең ауқымды үрдісінің нақты көрінісі. Мұндай процесстер бүкіл ел бойынша жүріп жатыр. Агроөнеркәсіптік кешендерден бастап жаңа индустриялық өндірістер мен қайта өңдеу кәсіпорындарына дейін экономикалық дамудың бірыңғай картасы жасалуда. Бұл жобалардың ауқымы мен сипаты әртүрлі, бірақ оларды ортақ мақсат өңдеуді тереңдету, өндірісті технологиялық тұрғыдан күрделендіру және сыртқы нарықтарға бағдарлану біріктіреді. Осылайша өзгерістер тек нүктелік емес, Қазақстанның барлық дерлік өңірін қамтитын жүйелі сипатқа ие болып отыр. Ауыл шаруашылығы біртіндеп жоғары технологиялық салаға айналуда. Солтүстік Қазақстан облысында ішкі нарықты тұрақты өніммен қамтамасыз ететін заманауи жылыжай кешендерін қоса алғанда жыл бойы өнім шығаратын жобалар жүзеге асырылып жатыр. Сонымен қатар жаңа типтегі агроөнеркәсіптік кәсіпорындар құрылуда. Экоглейд жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жобасы саңырауқұлақтар мен ілеспе өнімдерді индустриялық негізде өндіруге бағытталған. Бұл агробизнестің жоғары деңгейде ұйымдастырылған тұрақты моделін қалыптастырады. Осылайша агросектор тек шикізат көзі ғана емес, индустриялық экономиканың ажырамас бөлігіне айналуда. А мы будем сами производить субстрат для выращивания грибов и сами же на нем уже грибы выращивать. На производственной площадке здесь в 1,5 километрах от нас. Вы когда умные слова говорите, субстратное, это значит под землей? Субстрат — это значит масса, из которой будут выращиваться грибы. Понятно. Да. Можно заходить, да? К сожалению, нет. Можно посмотреть. Здесь у нас должен быть уникальный микроклимат. Вы начали в конце когда? Декабря начали. Только это первый урожай получается? Урожай раз в 2-3 недели. То есть Нет, урожай? в декабре уже получили первый урожай? Первый урожай. Да. Экономиканың ең икемді және бейімделгіш сегменті ретінде шағын және орта бизнес ерекше рөл атқарады. Ақмола облысында қайта өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындары, оның ішінде экспорттық өнімдер нарықта тұрақты орын алуда. Блэк жауапкершілігі шектеулі серіктестігі кәсіпорны ағашты қайта өңдеудің толық циклін іске асырып, нақты өндірістердің толыққанды индустриялық жобаларға айналу жолын көрсетудің айқын мысалы. Вы их покрываете чем? Внутри масло, горячее масло, чтобы оно пропиталось. А снаружи бейц, специальный такой водный краситель, и 4-слойный защитный лак. Лучше для безопасности, дерева, для дерева лучше масло. брать масло, Конечно, да? Дамбуру кто делает? У нас есть мастер, он на Продается? дому работает, да, продается. На дому работает, На да? дому сам? работает. Роман Ильич играет, да? У меня есть свой... Да я чуть-чуть. Ой, волнуюсь. Жамбыл облысында тұрмыстық химия және косметика өндірісі дамып келеді. Рано Комфорт Сервис компаниясы заманауи технологиялық базасы бар тұрақты өндіріске айналған жергілікті бизнестің үлгісі. Дәл осы деңгейде өңірлердің экономикалық тұрақтылығы мен халықты жұмыспен қамту мәселесі шешіледі. Экспортқа бағытталған секторда айтарлықтай өсім байқалады. Қазақстандық кәсіпорындар ТМД, Еуропа және Азия елдеріндегі сыртқы нарықтарға белсенді шыға отырып, өз позицияларын нығайтуда. Баян сұлу кондитерлік фабрикасы жыл сайын ондаған мың тонна өнім шығарады. Оның басым бөлігі экспортқа жіберіледі. Шивка идет на линию глазирования. Глазирование — это то есть нанесение защитной поверхности, которая постоянно контроль качества, количества.
Ақтөбеде Зерде керамика Ақтөбе кәсіпорнында сыртқы нарықтарға бағытталған керамикалық өнімдер өндірісі дамып келеді. Бұған қоса экспорттық модель әртүрлі бағыттарды қамтуда. Қапшағай бидай өнімдері жауапкершілігі шектеулі серіктестігі сияқты агроөнеркәсіптік кәсіпорындар өңделген өнімдерді халықаралық нарықтарға, соның ішінде Қытайға жеткізуді қамтамасыз етеді. Өнеркәсіптік кәсіпорындар, атап айтқанда, Қайнар АКБ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өз тауарларының едәуір бөлігін экспортқа бағыттап, өңірде тұрақты өндірістік тізбектер құруда. Жаңа бағыттарда қалыптасып жатыр. Казфилтек жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жобасы Еуропа және ТМД елдеріне тоқыма емес материалдарды жеткізу сияқты бұған дейін болмаған экспорттық бағыттардың қалыптасып жатқанын көрсетеді. Необработанная животная шерсть, и это грубошерстная шерсть. Грубошерстная шерсть. У нас Едельбай наш местный. Ну-ка, how are you, my friend? Good to see you again. Good to see you. А, уже не пахнет ничего, да? And the quality of the wool is perfect for the insulation. Amazing, amazing. Very clean. This is like a gold mine. Осылайша экспорт тек шикізатпен шектелмейді. Ол өнеркәсіптік өнімдерді, өңделген ауыл шаруашылығы шикізатын және қосылған құны жоғары мамандандырылған тауарларды қамтитын көп деңгейлі жүйеге айналуда. Осы процестердің барлығы экономиканың жаңа құрылымын қалыптастырады. Индустриялық кластерлерден шағын бизнеске дейін, агросектордан экспорттық өндірістерге дейін әрбір элемент өз функциясын атқаратын біртұтас жүйе құрылуда. Дәл осы жүйеде Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы бизнес пен мемлекет арасындағы тұрақты диалогты қамтамасыз етіп, практикалық шешімдерді қалыптастыратын негізгі байланыстырушы буын рөлін атқарады. Іс-сапарлар, кәсіпкерлермен кездесулер және өңірлік күн тәртібіне белсенді қатысу шешімдерді тек институционалдық процестерге емес, нақты тәжірибеге сүйене отырып қабылдауға мүмкіндік беретін кері байланыс тетігіне айналды. Еліміздің 20 өңірін қамтыған осы сапарлар аясында бизнес үшін маңызды, жүйелі шешімдерді талап ететін мәселелер көтерілді. Бүкіл ел бойынша кәсіпкерлер нақты кедергілерге тап болған еді. Формальды талаптарға байланысты отандық тауар өндірушілер тізіліміне кіре алмау, ауылдағы жеңілдетілген қаржыландырудың шектеулігі және салық жүйелеріндегі қателіктер салдарынан жоқ қарыздардың пайда болуы. Шымкентте мұндай қателіктер негізсіз берешектерге келсе, ал 19 жекеменшік мектеп құжаттарының сәйкес келмеуіне байланысты тиісті қаржыландыруды ала алмады. В начале года частные школы города Шымкент столкнулись с проблемой несоответствия целевого назначения земельных участков, в связи с чем были риски недопуска к финансированию по государственному образовательному заказу. В результате при содействии НПП «Атамекен» данная проблема была решена. В итоге сохранены полностью финансирование частных школ, а также сохранены рабочие места всех педагогов. Жұмысқа кедергі келтірген тұстарда шешімдер жүйелі деңгейде табылды. Құрылыс саласы, фармацевтика және медициналық жабдықтар өндірісіне қатысты кәсіпорындар тізілімдермен мемлекеттік сатып алуларға қол жеткізді. Несие серіктестері қаржыландыру бағдарламаларына қосылды. Бұл ауыл бизнесі үшін мүмкіндіктер ауқымын кеңейтті. Техникалық қателер түзетіліп, негізсіз талаптар алынып тасталды және нормативтік шектеулер қайта қаралды. Одним из наших направлений является добыча и производство строительных материалов. И на короткой дистанции между нашими двумя объектами находится автоматический контроль платных дорог, который систематически начислял нам определенную плату за логистику, за передвижение. Тем самым наш маржинальный доход падал. При посещении господином Шарлапаевым города Тарас ему была озвучена данная проблема, в результате чего оперативно нам дали обратную связь и решили данный вопрос. Кейбір жағдайларда тұтас бір бағыттарды сақтап қалу қажет болғанда, жекеменшік және инклюзивті мектептер үшін кедергілер алынып тасталды. Бұл балалардың, соның ішінде ерекше қажеттіліктері бар балалардың білім алуын жалғастыруына мүмкіндік берді. Сонымен қатар нормативтік база жаңартылды. Фармацевтикадан бастап балалар туристік лагерлеріне дейін жаңа санаттар мен кодтар пайда болды. Сегодня АКЭД имеет у нас таксисты, парикмахеры. А мы целая отрасль детского туризма, не было своего АКЭДа. Неоднократно поднимали в этих стенах встречи, неоднократно с министерством, вице-министром. И вот большой рахмет, я говорю, в нашей палате, что наконец-то мы продавили, нам присвоили. Единственное, что он вступает с 1 июля, хотя что мы уже месяц будем работать. Бұл бизнеске қолдау шараларын пайдалануға жол ашты. Нәтижесінде бытыраңқы жекелеген проблемалар жүйелі шешімдерге айналды. Бұл тек кедергілерді жойып қана қоймай, бизнесті дамыту үшін неғұрлым тұрақты және әділ ортаны қалыптастырды.
Өзгерістер жолында 2026 жылдың 15 наурызында Конституцияны қабылдау туралы референдум маңызды кезең болды. Оның қорытындысы бойынша елімізде мемлекетті одан әрі дамыту мен жаңғырту бағытын бекіткен ата заңның жаңа редакциясы қабылданды. Референдум нәтижелері қоғамның өзгерістерге және мемлекеттік институттардың тиімділігін арттыруға деген сұранысын растады. Кәсіпкерлер қоғамдастығы бизнес пен мемлекет арасындағы ашық әрі сындарлы диалогты нығайтуды жақтай отырып, бұл бағытты қолдады. Бүгінде бұл қолдау нақты бастамалар, ұсыныстар мен бірлескен шешімдер арқылы практикалық кеңістікте іске асырылуда. Қазіргі жағдайда шоғырлану бұл жай декларация емес, мемлекет, бизнес және қоғамның өзара сенімі мен бірлескен жұмысының нәтижесі. Бұл өңірлерді, кәсіпорындар мен институттарды біртұтас даму жүйесіне біріктіретін үрдіс. Мемлекет басшысы атап өткендей, мемлекет пен бизнес арасындағы қарым-қатынасты түбегейлі жаңа негізде құру қажет. Бұл жүйеде Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы бизнес пен мемлекет арасындағы тұрақты диалогты қамтамасыз ететін және практикалық шешімдерді қалыптастыратын негізгі байланыстырушы буын рөлін атқарады. Бүгінде бұл тәсіл жұмыстың нақты принциптерінен көрініс табуда. Жергілікті жердегі бизнестің проблемалары күн тәртібіндегі өзекті мәселелердің бірі. Міндет аймақтардағы түйткілді мәселелерді жедел түрде үкіметке жеткізіп, әр өңірдегі бизнес ахуалды жақсартуды басты басымдыққа айналдыру. Атамекен популизм мен жалпылама тұжырымдарды қолдамайды. Әрбір ұстаным терең экономикалық талдау мен нақты есептерге негізделіп қалыптасады. Белсенді бизнес, яғни жұмыс орындарын ашып, ел экономикасының дамуына үлес қосатын кәсіпкерлер біздің негізгі серіктестеріміз. Қазақстандық кәсіпкер негізгі инвестор ретінде қарастырылады және идеядан бастап өндірісті іске қосу кезеңіне дейін жан-жақты қолдау табады. Ел дамуының жаңа кезеңі бұл жаңа жауапкершілік. Бүгінде Қазақстан экономикасы, адами капитал, бастамалар және бірлескен шешімдер арқылы дамып келеді. Елдің тұрақты әрі ұзақ мерзімді болашағы осы өзара іс-қимылдың тиімді ұйымдастырылуына тікелей байланысты.